Мен Нағашхан Есім мырза, осы Аңыз Адам журналындағы менің сұхбатыма байланысты сарапшылар экстремистік сипаты бар деп тапқан екен. Соған байланысты мен куә ретінде келіп, куә ретінде жауап бердім. Бұл жерде журналға басқан редактордың ешқандай кінәсі жоқ. Бұл менің өзім жеке пікірім болатын. Гитлер фашист емес, бұл Гитлер национал-социалист екенін қай жерде болса да дәлелдеп бере аламын. Сондықтан бұл жерде жаңағы журналды жауапқа тартуы заңсыз болып табылады. Жаңағы сарапшының қорытындысында да екіұдай біресе бар дейді, біресе экстремизм бар дейді, біресе болуы мүмкін дейді. Сол үшін мен жаңағы айтқандарымнан шығып тұрғаннан кейін мені жауапқа тарту керек та. Бұл жерде кінәлі мен, бұл жерде Жарылқаптың ешқандай да кінәсі жоқ. Сіз неліктен Гитлер фашист емес дейсіз? Гитлер енді фашизм деген бөлек идеология, ұлттық социализм, национал-социализм деген бөлек идеология. Гитлер ешқашан өзін фашистпін деп есептемеген. Сондықтан ол қай жерде болсын, я национал-социалист, я национал-социалист, НСДАП деген партия құрған, национал-социалистік мемлекет құрған. Сондықтан ол өзін ешқашан да фашист емес деген, фашистпін деп ойламаған. Оның бәрін фашист деп, анау деп, мынау деп жүрген большевиктер, олар өздерінің қылмыстарын жасыру үшін Гитлерге бәрін жамандықтың бәрін үйіп төгіп берген. Ал Гитлер шындығында келгенде мен өзім қаншалықты Гитлер сүттен ақ судан таза адам. Сондықтан мен қай жерде болсын Гитлерді өз Гитлерге деген махаббатым менің ешкім тартып ала алмайды. Бірақ та бұл жерде менің өзім жеке пікірім үшін журналистерді айыптап, журналды жабу туралы мәселе көтеріп жатқандарын мен ешқайсысына келіспеймін. Жарылқап ақталып шығу керек.